Қайырлы күн достар, сіздермен өте нәзік, жұмсақ, бірден жасағаннан кейін кесіп жей беретін балды торттың рецептісімен бөлісемін. Осыған дейін мен бұндай торт жасап көрмедім. Сіздермен бөлісе кетейін. Ең алдымен сары май керек. Сары майдың бетіне бірден қант саламыз, және де балды салатын боламыз. Бал үлкен 2 қасық немесе 100 грамм. Осы 3 ингредиентті жай отта араластыра отырып жақсылап ерітетін боламыз. Қанты толықтай еріп, бетіне көпіршіктер пайда болған кезде астын өшіреміз. Тек қана асты күйіп кетпеуі тиіс, жиі араластырып тұрыңыздар, мүлдем қасынан кетпеңіздер. Астын өшіріп, бетіне бірденнен ас содасын 1,5 қасық салатын боламыз. Шай қасық мендегі қасық. Бір келкі жақсылап араластырамыз, бірденен көпіреді. Қоңыр түске енетін болады смесіміз. Бір 30 секундтай араластырып тұрсаңыздар жеткілікті. Одан кейін бір шетке қойып қоямыз. 3 жұмыртқаны алып, венчиктің көмегімен жақсылап кішкене көпіргенше араластырамыз. Осы сұйық массаның бетіне жұмыртқаны 2 бөліп құйып араластыратын боламыз. Сұйық массаның барлығын таза құрғақ ыдысқа құямыз. Еліктен өткізіп, ұнымыздың барлығын саламыз бірденен. Енді мүлдем қол салмаймыз, лопатканың көмегімен осылай барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Өте жұмсақ, масса пайда болуы тиіс. Тура видеодағыдай консистенция пайда болуы керек. Міне корждарымыздың қамыры дайын. Осындай болуы тиіс. Бұдан да қою қылудың қажеті жоқ. Бұл корждарға міндетті түрде тефлоновый коврик немесе силиконовый немесе осындай поклан бумагалар міндетті түрде қажет. Бетіне көбірек ұн сүйіп, осылай қолмен жайып, және де одан кейін оқтаудың көмегімен жайып алдым. Тек қана қолмен осылай басып шықсаңыздар да болады негізі. Менде диаметрі 22 сантиметр. Әр коржды 180 градуста 7 минуттай пісіріп алдым. 6-7 минут. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қараңыздар. Кальцоның көмегімен бірденнен формасын келтіріп алдым. Негізі өте жұмсақ болғандықтан піскеннен кейін де кессеңіздер болады негізі. Осындай қоңырқай болып пісуі тиіс. Корждарымыз дайын, міне. Енді кремін дайындайтын боламыз. Креміне 33% немесе 35% сливки қажет, кілегейіміз. Міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан болуы керек. Осылай миксердің көмегімен міндетті түрде жай жылдамдығынан бастаңыздар. Одан кейін бірте-бірте жылдамдықты қоса отырып, бар жылдамдығында 10 минуттай жақсылап араластырасыздар. Қою әдемі крем пайда болуы керек. Кілеге қоюланғаннан кейін бетіне 20% дүкеннен алынған қаймақты саламыз. Ол да міндетті түрде тоңазытқышта тұрған болуы тиіс. Және де міндетті түрде қант ұнтағы қажет. Бетіне барлығын саламыз. Лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді миксер еш нәрсені қолданбаймыз. Көп араластырып та қажеті жоқ. Барлығы бір келкі араласқанға дейін ғана. Енді тортымыз жинайтын боламыз. Әр қабатқа менде үлкен қасықтан 3 қасық крем кетті. Барлық қабатын осылай жинап шығатын боламыз. Мен кальций пайдаланбадым, шет-шеті онсыз да тегіс болғандықтан. Корждардың шет-шетіндегі қалғандарды, артықтарын осылай мен жақсылап үгітіп алдым.
бетіне біркелкі етіп барлығына жағып шығамыз. Пергамент бумагасын әдейі осылай екіге бөліп астына салған болатынмын. Осылай жайлап алып тастаймыз. Кішкене сәндейін деп мен осылай клубникаларды бетіне қойып шықтым, кесіп. Сіздер қоймай қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді бұл балды торт. Тек әсемдік үшін және де сіздер үшін рецепт түсіріп жатқандықтан әдемі болсын деп клубникаларды қойып шықтым. Балалар жейміз деп қоймай қойған соң мен бірденен бір жарты сағаттан кейін тортты кестім. Өте жұмсақ болады. Егер де түнімен немесе 5-6 сағат тоңазытқышта қалдырып қоятын болсаңыздар, әр корж кішкене ісініп, өте әдемі көрінетін болады. Немесе бірден кесу керек болса, кесіп жей беруге де болады. Өте нәзік, өте дәмді корждар, балдың ерекше нәзік дәмі шығып тұр. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.